Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жануарлар қайда тіршілік етеді. Бүгінгі сабақта сен жануарлардың қайда тіршілік ете алатынын білесің. Мекендейтін жеріне қарай жануарларды топқа бөлесің. Бүгінгі сабақтың тірек сөздері кеңістік және тіршілік ортасы. Жануарлардың қандай топтары бар екенін есімізге түсірейік. Қосмекенділер, құстар, сүтқоректілер, бауырмен жорғалаушылар, бунақденелілер және балықтар. Берілген суреттерге назар аударайық. Жануарлардың суреттері мекендейтін жермен сәйкестендіруіміз керек. Бұл жануарлар туралы не білеміз? Қарақұйрық шөлді аймақтарда мекендеуге бейімделген, саны азайып келгендіктен Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Аю орманды жерлерді мекендейді, қорек талғамайды. Бүркіт таулы аймақтарда мекендейді, қорғауға алынған ірі жыртқыш құс. Жұмыртқасын биік жартастарға салады. Дуадақ үнсіз әрі сақ жүретін құс, дене тұрғы тауыққа ұқсас, далалық жерлерде болады. Кәмшат өзенде жақсы жүзеді, шомылады. Оның негізгі қорегі балықтар мен бақалар. Ақ түлкі солтүстік мұзды мұхит аралдарында тіршілік етеді. Терісі өте бағалы аң. Піл джунглиде сондай-ақ ашық жерлерде де өмір сүреді. Өте ақылды жануар. Есте сақтау қабілеті жоғары. Шегіртке шалғындық жерлерде тіршілік етеді. Шамадан тыс көбейіп кетсе, егістік алқаптарына зиян келтіреді. Жануарлар өсімдіктер сияқты жер шарының барлық аймағында тіршілік етеді. Олардың басым бөлігі орманды мекен етеді. Орманға джунгли, тайга және басқалары жатады. Орманның орналасқан жеріне байланысты оны аю, бұлан, жалқауан, маймыл мекендеуі мүмкін. Тау жер бетінің биік бөлігі. Тауды ілбіс, арқар, қыра мекендейді. Су қоймаларға мұхит, теңіз, өзен, бұлақ, тоған мен көл жатады. Су қоймаларға алуан түрлі жануарлар, дельфин, кит, кәмшат, құндыз, түрлі балықтар тіршілік етеді. Балалар ашық кеңістіктерге дала, шалғын, шөл, шөлейт және саванна жатады. Арыстан, антилопа, дуадақ пен түрлі бунақденелілер ашық кеңістікте тіршілік етуге бейімделген. Онда ағаш, бұта сирек кездесіп, шөптесін өсімдіктер керік, қосаяқ, қарақұйрық секілді жануарларға қолайлы жағдай туғызады. Сен білесің бе, жануарлар мұхит түбінде де тіршілік ете алады. Онда денесінен жарық шығаратын балықтар мекендейді. Жарқырауыш шымдары оларға бірін-бірін тану үшін, не жемтігін өзін тарту үшін қажет. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.